Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан. Бүгінгі видеода сіздерге үй жағдайында дайындалатын сүзбелі пирогтың рецептісімен бөлісетін болам. Барлығы қолжетімді әрі барлықтарыңыздың тоңазытқыштарыңыздан табылады. Ендеше менімен бірге жасаңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Ерітілген сары майымызды қосамыз және қантымызды қосып, барлығын жақсылап венчикпен араластырамыз. Келесі ұнымызды қосамыз, жартысын қосамыз, бәрін бірден салып жібермейміз. Қосқышымызды саламыз, барлығын жақсылап лопаткамен немесе қасықпен араластырып аламыз. Біздің массамыз осылай қоюлануы қажет. Одан кейін қалған ұнымызды салып, кішкене лопаткамен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді осыны формамызға жайып шығамыз. 24-26 диаметрлі форманы қолдансаңыздар болады. Мен 24 диаметрлі форманы қолданамын. Барлығын біркелкі етіп, жақсылап жайып шығамыз. Салмамызды дайындап болғанға дейін мұздатқышқа салып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. Бізге 650 грамм немесе 700 грамм сүзбе қажет болады. Оған жарты қасық ванильный қантымызды саламыз және қант қосамыз. 3 ас қасық крахмал қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы жерде бірден жұмыртқамызды салып жіберуге болады. Мен ұмытып кеттім. Барлығын жақсылап араластырып, блендерлеп аламыз. Не бізде осындай сұйық масса шығуы қажет. Енді осыны формамызға құятын боламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пирогымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Сіздерге міндетті түрде ұнайды, толық суытып барып жесеңіздер болады. Менің сіздерге кеңесім, пирогты бір түнге тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, 2 есе дәмді болып шығады. Осылай жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасап көріп, бағасын бересіздер. Видеоға лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және комментария қалдыруды да ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен бірге болған мен Аружан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.